Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздерге духовкада дайындалатын лазанья тамағының рецептімен бөлісетін боламын. Тамағымыз үшін ет тартқыштан өткізілген сиыр етін алдым. Сонымен бірге бізге керек бір бас сәбіз, бір бас пияз, ірімшік. Сонымен бірге жайма керек болатын болады. Жайманың орнына мен ауысып қалған қамырды алдым, сырап болмасын деп. Осы қамырды пайдаланып жіберем. Лазанья тамағы негізінен бірнеше процестен тұрады. Дайындалуы ұзақ, бірақ та дәмі сол еңбегіңізге тұрады. Сонымен бірге бізге керек томат соусы. Бешамел тұздығын дайындау үшін бізге керек сүт, сары май, ұн. Осы үшеуінен тұздық дайындап аламыз. Алдыменен жуамызды майдалап турап аламыз. Одан кейін сәбізімізді үккіштен өткізіп аламыз. Пиязымызды майдалап турадық. Сәбізімізді үккіштің ірі көзінен өткізіп алдық. Енді табамызға майымызды құйып, қуырып аламыз. Табамызға сүйек майымызды құйып аламыз. Майымыз қызған кезде дайындап қойған пиязбенен сәбізімізді салып, сары түске енгенге шейін қуырып аламыз. Табамыздың үстіне енді етімізді салып, қасықтың көмегімен жақсылап араластырып, 3-4 минут қуырып аламыз. Етіміз қуырылғаннан кейін 1 шай қасық тұз, 1 шай қасық сарымсақ, 1 шай қасық қара бұрыш салып, жақсылап араластырып, 3-4 минут қуырып алғаннан кейін үстіне сары май менен томат тұздығымызды салып, жақсылап араластырып, астындағы отын басып қоямыз. 5-6 минуттан кейін астындағы отын сөндіреміз. Енді тұздығымызды дайындаймыз. Тұздығымыз үшін құрғақ ыдысқа сары майымызды саламыз. Сары майымыз ерген кезде 2 ас қасық ұн салып, үздіксіз араластырамыз. Ұнымыздың түрі сарғайған кезде үстіне сүтімізді құйып, тағы да үздіксіз араластырып, қоймалжың болған кезде астындағы отын өшіреміз. Неке тұздығымыз дайын болды. Енді қамырымызды жаямыз. Қамырымызды пісіріп алдық. Піскен қамырымызды мұздай суға салып осылай жуып аламыз. Енді тамағымызды духовкаға салуға дайындаймыз. Тұздығымызға жарты шай қасық бұрыш, жарты шай қасық тұз салып, араластырып, табамыздың түбіне жағамыз. Оның үстіне қамырымызды саламыз. Қамырымыздың үстіне етімізді саламыз. Кішкене ірімшіктен себеміз. Тұздығымыздан жағамыз. Қайтадан қамыр саламыз. Қайтадан етімізді салып, ең соңында қамырымызды салып, үстіне ірімшігімізді салып, духовкаға қоямыз. Неке тамағымыз дайын болды. Егер видеоның соңына дейін көрсеңіздер, көңілдеріңізден шықса, лайк, комментарий қалдырыңыздар. Тіркелмегендеріңіз болса, қоңырау шанына басып, мені қолдап тіркеле кетіңіздер. Керек заттың тізімін жазба бөлімінде қалдырып кететін боламын.
Сау болыңыздар.